лирикалық болып келеді. Табиғат әндері біз енді мүлдем 6 сыныпта мысалы қалай біз оны өтпейміз, бала кішкентай дегенмен де біз сол әндерді өтуіміз керек. Мысалы Абайдың әндерін қазір көресіздер өздеріңіз насихаттағанда. Абайдың әндері өте айтылуы өте ауыр. Соның ішіндегі ең жеңілі балаға ыңғайлысы көзімнің қарасы. Ал көзімнің қарасын балаға үйретсек, Абайдың қандай әндері бар екен баланың есінде қалмайды ғой. Сондықтан біз амал жоқ, ол мысалы махаббатқа тоғжанға арналған әні Абайдың. Сондықтан біз лирикалық әндерді біз қосуымыз керек. Ол 6 сынып жоғары менің жұмысымда ең жоғары сынып болған кейін біз қосамыз. Бұл жерде Абайды қосамыз, Нұрғисаның әндерін қосамыз. Амал жоқ, ол махаббатты біз қосуымыз керек. Одан кейін табиғаттың әндері. Абайдың енді табиғаттың әндері шығарған, бірақ ол балаларға өте былай айтқанда бір қиын әнді. Баяғы кезде мен осы мектепке келген кезде 9 сыныпта болатын музыка сабағы. Міне сол кезде мен 9 сыныпта балаларға жаңағы осы Абайдың әндерін, махаббат туралы әндерін, ауыр жаңағы Айқын сәлем қаламқас әндерін өте ауыр, ол 6 классқа өте ауыр, сондықтан біз сол кезде өтетінбіз. Ал енді сондай жақсы жаңа дүниелерді біз былай айтқанда шет қалып кетіп жатқан жағдайымыз бар. Қанша шамасы келетін жерде әндердің барлығын мүмкіндігінше олардың дауысы жететін жағдайға бәрін үйретіп келді. Алтыларда біз көп біздің былайша айтқанда алтыда біздің уақытымыз жетпеген еді. Тағы бір 7 класста болса ол одан да керек болар еді. 5 көп бүйтіп қабылдай алмайды. 5 әлі детский әнге кетіп қалады да, ал нағыз алтыларды осыларды мен көп әндерді осыларға үйретемін. Мен былайша айтқанда осы сабақты ән үйретсем, келесі сабақта кейде қайталау негізі бір әнді 2 сабақ үйретеміз ғой. Таза пісу үшін. Ал кейде болады үстіне 2 әнді қайта үйретуге тура келетін жағдайлар болады. Міне балалар бүгінгі неміздің сабақтың тақырыбы Абайдың табиғат лирикасы. Дәптерге жазамыз, судан шыққан тез-тез. Абайдың табиғат лирикасы. Енді біз өткенде Абай туралы қысқаша үйден біліп келіңдер, тапсырма берілген, иә, сендерге қысқаша өздерің кім нені оқи алады, кім нені не алады. Біз өткенде қысқаша тағы Абай туралы айтылғанбыз. Енді сендерге қазір мына жерде сендерге мен сұрақ қоямын, содан сол сұраққа қол көтеріп жауап бере қоясыңдар. Абайдың азан шақырып қойған есімі кім? Ибрахим, я? Келесі, Абайдың өскен ортасы туған туысқандары туралы не білеміз? Абайдың кімі бар? Сендер әдебиеттен оқып ғой, я? Әдебиеттен өткенсіздер. Абайдың туған туысқандары туралы кім не біледі? Абай өзі Семей облысында дүниеге келген. Оның анасының есімі Ұлжан, әкесінің есімі Құнанбай, әрі шешесінің есімі Зере болған. Анасы мен әкесі өзінің орталарында белсенді кісілер болатын. Тағы кім қосылады? Тағы кімге қосылады? Абай кімнен қайда білім алған? Абай қайда білім алған? Абай Құнанбайұлы медреседе білім алған. Енді балалар тағы қосыла ғой. Абай 8 жасында Есіктан деген медреседе оқыған. Және оның ұстазы Ғайсхан деген кісі болған. Жарайсың. Енді Абайдың жаңа шығармалары 3 негізден тұрады деп. Тағы. Абайдың шығармалары 3 негізден, қандай негізден тұрады? Тағы. Біріншісі ол өз жанынан шығарған деген болған. Екіншісі бір сұрақ. Өз жанынан өлең шығарған адамның кім деп атайды?
Қате. Абай не жазған? Үшіншісі? Үшінші, басқа ұлттардан аударылған әндер мысалы ретінде орыс тілінен Абай бір Татьянаның әні деген әнді орыс тілінен аудармашы, иә? Аудармашы. Абайдың жастарды тәрбиелеуге арналған қандай өлеңдерін білеміз әдебиеттен? Жастарды тәрбиелеуге. Айта ғой. Мен жазбаймын Тағы? ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай, тағы да? Жарайсыздар. Енді жаңа мен жазбаймын өлеңді ермек үшін кім біледі сөзін? Қайда бір шумағым болса да, екі шумағым болса да, айта қойшы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертеңіне күтемек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырлықпас талапты бар, көңілінің көзі ашық сүйрек үшін. Енді бұлай отыра ғой, жарайсың. Енді бері қараймыз. Мына жаққа қараймыз. Сабақтың тақырыбы қандай дедік? Абайдың қандай? Табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз не? Басқа? Айтсам да басқа. Айта ғой. Табиғат дегеніміз біздің тұрып жатқан ортамыз, ағаштар, тастар, өзендер, көлдер, соның барлық табиғат. Табиғаттың қанша мезгілі болады? Жаз, күз, қыс, және көктем. Мына енді ондай болса алдымызда жазып тұрған топтың аттары. Қандай? Жаз, күз, қатысамыз сабаққа? Қыс, көктем. Бұлар неге жатады? Мезгілдерді. Ал әдебиеттен Абайдың жыл мезгілдеріне арналған өлең шумақтары бар ма? Бір шумақтан әркім кім айта алады? Айта ғой. Жазғы тұрым қалмайды қыстың сазы, масақтыдай құлпырар жерде жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анадан емшілер күннің көзі. Жарайды, отыра ғой. Келесі, тез бір шумақтан. Жаздыгүн шілде болғанда, көкірай шалғын бәйшешек, ұзары біз тұтылғанда тұрып жатқан өзі. Келесі, айта ғой. Сағаттың сүретін қойсың. Сырбол күсі суық қаптайды аспан, күз болыптың құлтыман жерді басқан, білмеймін тоңған ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыр шашалқын бірдей түсе кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қорай. Келесі. Ақ киімді, денелі ақ сақалды, соқыр мұғау танымас тірі жарды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Жарайсың, отыра ғой. Енді Абайдың табиғат лирикасы, иә? Лирика дегеніміз не? Лирика дегеніміз не? Ал айта ғой. Біз музыканы өткенбіз, иә? Лира деген аспаптың сүйемелдеуімен Әдебиет заты. болып тұра ғой. Лирика деген ол жалпы ән айтқан кезде жай ғана көңілді әнмен шатастырмау ғой. Лирика ол адамның өлеңі, сол лирикалық өлеңді естіген кезде адамның жан дүниесіне әсер етіп, көңіліне әсер еткен сол өлеңдерді лирикалық өлеңдер дейді. Лирикалық әндер қандай темппен айтылады? Сұрақ, музыка тілінде. Баяу. Жай, баяу, жай. Мұңды әндер көбіне не болып келеді? Лирикалық әндер болып келеді. Ал ондай болса, бүгін біз сендермен Абайдың желсіз түнде жарғай деген әнін сендермен жаңадан үйренеміз. Желсіз түнде жарғай. Енді осыны, қазір осы жерде не көріп тұрмыз? Мына алдарында мынандай қағаз тұр. Әр жыл мезгілдеріне сендер жаз болсаңдар алмаға жазасыңдар не болып тұрғандарына, мынаған жабыстырасыңдар. Сендер жапыраққа, көктем, сендер күзді, мына жерде қыста, сендерге мына жерде мына суретте қардың суреттері салынған, сол қардың араларына жазасыңдар. Жылдар не көріп тұрмыз? Тез мына суретте не көріп тұрсыңдар? Жазып жабыстыра беріңдер.
қорғайды сөйтіп мына жаққа шығып тез жылдам желсіз күнде жарығай атын адамнан береміз көрініп тұр ма қандай бейнені көріп тұрсыңдар әдемілеп жабыстырамыз қалдарында қалай жеміс жидектер піседі немесе жапырақтар қалай жерге түсу керек фантазияларды қосамыз болды ма қосай аламыз ба келе тауларды, ағаштарды, яғни табиғатты таныстырыңыз. Және күйді, өзге, шалды, адамдарды көрсетіңіз. енді мына үш топ жауап ұнады ма сол жауапты шапалақ арқылы бағалап жүріп шыдап ұнаса көзіне шапалақ ұнамаса жайрап шапалақ ұрамыз жарайсыздар келесі келе ғой көрсетеміз Бұл суретте біз кезінде машина, қосылғанда, жармашылық кез, өзенде көлдер, ағаш базиликалар, таза ауа, табиғат, жануарлар, суреттерді көрсетеміз. жарайсың келесі жылдам келе ғой Біз бұл суретте киіз үйлі, керемет табиғат, жайлы көлдер, тауларды, шынайы әдемі табиғаттың көріністерін көріп тұрмыз. жарайсыздар келесі шыға қойды ол жылдам не болды күзде күз шашадыңдар ғой Біз бұл жерде киіз үйді, ағаштарды, және күннің барлығын, қос ғашықты, табиғатты, таза ауаны, ағаштарды көріп тұрмыз. бағалап жібереміз шыдам жарайсыздар барлықтары тамаша бірақ сендер төрт топтан мен не тұттым төрт топта желсіз түнде жарығайды деп желсіз сонда қандай табиғат мүлгіген тыныштық иә тыныштық табиғатты сендер сол суреттеулерің желсіз мен айттым ғой әннің сөзіне мән береміз желсіз тып тыныш ешқандай далада жел тұрып тұрған жоқ уілдеген дыбыс жоқ тып тыныш айдың жаңағы сәулесі судың бетіне әдемі болып тұрған сәттің міне абай бізге осылай неған екен ал ондай болса алдарында желсіз түнде жарығай деген әннің сөздерін жылдам бір бірден ала қойыңдар бір бірден аламыз сөзіне мән береміз желсіз түнде жарығай сәулесіз суда ілгер ауылдың жаны терең сай тасыған өзен күрілдер қалың ағаш жапырағы сыбырласы көздері өрілген жердің топырағы тау жаңғырып ән қосып үрген итпен айтаққа келмек педі жолы бұлар аулаққа не туралы айтып тұр ал оқыңдар ғой не туралы Бұл желсіз күнде жарығай өлеңінде желсіз, тып-тыныш табиғат туралы айтқан және ауылдың жанында терең бір сай өзендер туралы айтылған көрлеп тұрған өзендер туралы айтылған және қалың ағаш жапырақтары құлпыраған жасыл жүзік және қатысып соттан тау жаңғырып қыспенен күз қатыспайды оларда боран болады ғой иә тау жаңғырып ән салады әдемі табиғат таулардың жаңғырғаны керемет ағаштарды келесі сендер не айтасыңдар не айтып тұр қысқашы және де үрген иттердің дауысы шығады дейді иә ал ондай болса осы әнді тыңдаймыз тасыған
шумақ мен екі шумағым